Енді eGov Mobile қосымшасында еңбек шартына қол қоюға болады. Жаңа сервис пайдаланушылар, ұйымдардың жаңа жұмыскерлері үшін қолжетімді. Еңбек шартына қол қою үшін жұмыс беруші Еңбек KZ порталында электрондық еңбек шартының жобасын жасайды. Бұдан әрі шарт тікелей қызметкерге қол қоюға сұрау салу санатындағы хабарламалар бөліміндегі eGov Mobile қосымшаларында push хабарлама түрінде келісуге түседі. Еңбек шартымен танысқаннан кейін, оның талаптарымен келіскен жағдайда, қызметкер өзінің электрондық цифрлық қолтаңба көмегімен құжатқа қол қоя алады. Жұмыс беруші өз кезегінде Еңбек KZ порталындағы жеке кабинетте жүйеден хабарлама алады. Электрондық еңбек шартына жұмыс беруші электрондық цифрлық қолтаңба немесе QR пайдалана отырып қол қоя алады. Жүйе қол қойылған электрондық еңбек шартын еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесіне тіркеуге автоматты түрде жібереді. Содан кейін шарт жасалды деп есептеледі.